Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен ақылы мастер-класстарда үйрететін капустамен жасалынатын нағыз кәріс салатының рецептімен тегін бөлісетін боламын. Міндетті түрде менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Сонымен қатар менің арнамда нағыз кәріс салатының оригинал рецептін таба аласыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, сақтап алуды ұмытпаңыздар. Салатқа пайдаланатын барлық көкөністерді алдын ала жуып, тазалап аламыз. Видеодағыдай капустаны 3 бұрыштап барлығын турап алып, бос ыдысқа саламыз. Капустаның үстіне тұз қосамыз, уксус қосамыз, қолымызға перчатка киіп, жақсылап араластырамыз. Енді салқын жерге 1 сағатқа маринадтап қоямыз. Осы видеоның астында описаниеде салаттың барлық құрамы толығымен жазулы болады. Қосатын тәтті қызыл бұрышты видеодағыдай 3 бұрыштап турап аламыз, ал қосатын сәбізді осындай ұзынша қылып, өткіш арқылы барлығын өткізіп аламыз. 1 сағат өткеннен кейін маринадтағы капустамыздың суы шығады. Осылай бос таза ыдысқа барлығын суынан ажыратып аламыз. Енді дайындаған сәбізімізді тәтті қызыл бұрышты қосып, қант қосамыз, өткіштен өткізілген сарымсақты қосып, енді бұл салатқа міндетті түрде нағыз кәріс салатының соусын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы соусты дайындап көріңіздер. Магазиннің, яғни дүкеннің чим-чим приправасын пайдаланбайтын боласыздар. Алдымен табаға күнбағыс майын қыздырып аламыз. Үстіне кориандр, ащы қызыл бұрыш, паприка қосып жақсылап араластырамыз. Соусымыз күйіп кетпеуі қажет. Енді ыстықтай оны салатқа құйып, үстіне 1 ас қасық осындай күнжіт майын салатын боламыз. Жақсылап салатымызды араластыратын боламыз. Өте жеңіл, дайындалуы оңай салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін бұл салатты міндетті түрде 1 түнге тоңазытқышқа сақтағандарыңыз жөн. Себебі 1 түннен кейін бұл салат өте дәмді, сочный болып шығады. Ұнады деген ойдамын. Егер де рецепт ұнаса жасап көріңіздер. Маған лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.